3 күннен бері тартқан қасіретімнің төлеуіндей болған бұл жымиыс маған соншама қымбат еді. Жүрегім жаңа орнына түскендей болды. Меңтайдың маған ұрыспайтынына, жұрт алдында масқараламайтынына енді көзім жетті. Деп, арқамнан ауыр жүк түскендей терең бір дем алдым да, рахмет Меңтай, ақындық қайдан келсін, әншейін деп міңгірледім. Жоқ, қызыл көрпеңіз жақсы өлең, деді Меңтай. Оны Зайкүл де, Қанипа да, Майра да, басқа қыздар да оқыды. Бәрі де жақсы деп тапты. Менің сізге ол көрпенің тарихында айтып бергім келеді. Ербол, деді Зайкүл мені қолымнан жұлқылап төрге қарай сүйреп. Осы сенің мына Меңтаймен не пәлең бар? Бұдан басқаны көзге ілмейсің де, мұның төсегіндегі көрпесіне дейін өлеңге қосасың. Саған қызыл керек болса, менің көйлегім де қызыл, пальтом да қызыл, тіпті аяғымдағы етігім де қызыл. Айта берсең, өзімде қып-қызыл от емеспін бе, жайнап тұрған. Сен осы мені неге өлеңге қоспайсың? Қыздар ду күлісіп жатыр. Осы кезде жүгіріп Жомартбек жетіп келді. Шұрқ етпе, Зайкүл, деді ол кеудесін басып. Саған деген асыл сөз мына алтын сандықта сақтаулы жатыр. Ал айт ендеше, деді Зайкүл қырланып. Жомартбек тамағын кенеп Зайкүлге жалынып, жүрек шерін ақтарғандай боп әндете жөнелді. Қара көз, имек қас, қараса жан тоймас. Аузың бал қызыл гүл, ақ тісің кір шалмас. Зайкүл көзін құбылтып, ернін бүрістіріп мәз боп қалды. Жарқ еткізіп әсем ақ тістерін және ақситып үлгерді. Жомартбек өлеңін одан әрі жалғастырды. Иісің гүл аңқыған, нұрын күн шалқыған, көргенде бой еріп, сүйегім балқыған. Жомартбек өлеңін әр жолының мазмұнына қарай бірде мойнын созып, бірде екі құлашын кең жайып, одан соң балқып, еріп, ақырында бу боп ұшып бара жатқандықты танытып, неше алуан нәзік қимылдар жасап барып тоқтап, Зайкүлге басын изеді. Пай деп қыздар қол соқты. Зайкүлдің өзі де мәз болып алақанын қоса шапалақтады. Мынауың жап-жақсы өлең ғой өзі, деді Зайкүл Жомартбекке разы болып. Басқа біреудікі емес пе? Жоқ, Зайкүл, Жомартбек кеудесін соқты. Қарғаншы өзімдікі деп. Жомартбек шұбырта жөнелді. Егер осы өлеңді Зайкүлге арнап өзім шығармаған болсам, аяқтағы суға ағылып өлейін, құрғақтағы киттерге қағылып өлейін, тумаған ту асаудың құйрығына тығылып өлейін. Оллахи биллахи, осылай деп Жомартбек зірк-зірк еткізіп сөзін аяқтап, екі қолын бірдей аспанға көтерді. Сендім, деді Зайкүл, Жомартбектің ант ішкеніне разы болып. Онда сен бұл өлеңді жақсылап ақ қағазға көшіріп, басына Зайкүлге деп жазып, менің кітабымның арасына әкеп салып қой. Құп болады Зайкүлжан деп, арғы Жомарт сұрақ белгісіндей иіліп қалды. Зайкүл, сен Жомартбекке рас сеніп отырсың ба? Деді Майра. Бұл Абайдың көзімнің қарасы деген өлең емес пе? Не дейді? Мен расында өзіме арналған өлең екен деп қуанып едім. Осы ақындар сыға, қыға, пәленшеге, түгеншеге деп жазып жатады ғой. Маған да біреу өлең арнасыншы, шіркін, деп Зайкүл дағдарып қалды. Ал мен Абайдың айттым саған қаламқастан басқа өлеңін естіген емеспін. Естігенің не, оқымайсың ба? Деп күлді Майра. Жоқ, мен өлең оқымаймын, деді Зайкүл басын шайқап. Өйткені мен қызбын, ал қыздың өзі өлең. Ендеше мені жігіттер оқысын. Рас, өзге қыздар өлең болса, біздің Зайкүл поэма ғой, деп Жомартбек жымыңдап. Поэманың әр бетін ақтарғаның сияқты. Осы кезде үзіліс бітіп, профессор аудиторияға қайта кірді. Мен саған көрсетермін кісі алдағанды, дегендей Зайкүл артқы жаққа бұрылып, Жомартбекке жұдырығын түйді. Мен бұл сабақта бұрынғы орнымда Меңтайдың қасында отырып қалдым. Меңтайдың маған ренжімегеніне шаттанып, көңіл алаңы басылғандықтан болар. Бұл жолы Әуенов лекциясын тағы да бұрынғыдай сүйсініп тыңдадым. Бұл сағатын профессор Абайдың қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы дейтін көпке мәлім өлеңін талдауға арнады. 1984 жылы жазылған бұл өлеңнің тақырыбы қазақтың бойжеткен қызының сырт көрінісін,
мүсінін келбетін суреттеуге арналғанын, жас атаулы қызығарлық сүйсініп тамаша етерлік ерекше сұлу қыздың портретін ұлы ақын қалай жасағанын, сол портретті сомдай тәртібін санамалап айтты. Қыздың сырт мүсінін суреттеуде төл әдебиетте теңдесі болмаған бұл өлеңді Пушкин, Лермонтов, Байрон, Гейненің қызға арнаған өлеңдерінің жатқа айтқан үзінділермен салыстырып бір өтті. Қалай дегенмен де бұл өлеңде Абайдың әлі де әлеуметтік шындықты, халық басындағы ауыртпалықты сыншылдықпен жырлайтын қоғам қайраткері дәрежесіне көтерілмегендігін, қақтаған ақ күмістейден көбінше сұлулықты, жарастық келісімді ғана жырлайтын эстет ақынның лебізі аңқып тұрғандығын профессор бір түйіп тастады. Осыдан кейін ол осы өлеңнің бойындағы өзінің кемшілік мін деп табатын жайларын тоқтады. Оның айтуынша ақын бұл өлеңде тірі адамды оның жан күйінен бейнелеудің орнына жансыз сурет берген. Қасы қандай, шашы қандай, көзі қандай, мұрны қандай деген сияқты анкеталық сұрақтарға жауап іздеп тек қана паспорттық сипаттау жасаған. Мұның себебі ақынның әйел жынысына қазақы көз қараспен қарап, қыз көре келген жігіттің немесе келін айттыра келген құданың көз қарасынан аса алмауында деп тағы да пайымдау жасады. Бұдан кейін профессор Абайдың аттың сыны дейтін өлеңін еске алды. Анықтап қараған кісіге қақтаған ақ күмістей мен осы өлеңнің арасында айқын композициялық ұқсастық танылатынын айтты. Ат сынында жүйрік аттың сырт мүсіні мүшесімен реттеле баяндалады. Әрине, атты солай реттеу орынды, ал адамзатты сипаттауда мұндай әдісті қолдану қонымды емес деп қорытынды жасады профессор. Абайдың еш өлеңінде ешқандай мін бар деп ойламаған біз оған арналған мынандай сындарды естігенде екі көзіміз бақырайып профессорға сенерімізді, не сенбесімізді білмегендей тесірейіп отырып қалдық. Әрине, сенбеске болмайды, бар дәлелмен тайға таңба басқандай етіп көрсетіп отырған бұл кемшіліктерді еріксіз мойындауға тура келеді. Бұл аз дегендей профессор енді сол өлеңнің композициялық шалағайлығын ашады. Өлеңнің бас жағы бір тақырыппен басталып, аяқ жағы екінші тақырыпқа ауысып кететінін, әуелде іс пен мінез жоқ, тек сырт болса, кейін сырт жоқ, тек мінез ғана айтылатынын, сөйтіп алғашқыда мақтаған нәрсесіне ақын кейін ұрысқа жақын сөздер қолданатынын көрсетеді. Атап айтқанда, ақын алғашқында қыздың күлкісі бұлбұлдай, іш қайнатады деп мақтаса, соңынан сол күлкіні жыртықтап, тырнақтаған деп жаратпай шыға келеді. Осыдан кейін Әуенов ақынның екінші бір өлеңін талдауға көшеді. Бір талдаудан бір талдау қызық боп, ол бізді Абай өлеңдерінің қатпар-қатпар шатқал шыңдарына қарай жетелеп бара жатқан тәрізденеді. Әуеновтың өзге оқытушыларда жоқ, бір өзгеше дағдысы бар еді. Ол әрқашанда сондай қызықты лекциялардың соңынан міндетті түрде 5 минуттай уақыт қалдыратын. Осы 5 минутты ол жеке студенттің жай күйімен танысуға жұмсайтын. Күн сайын бір студентті орнынан тұрғызып алып, өзі оған әртүрлі сұрақтар беретін. Бағана менің аудиторияға кешірек келгенімді көзі шалып қалған соң ба, бұл жолы ол мені орнынан тұрғызды. Ербол, сен осы соғыста неше жыл болдың? 4 жыл, Мұхит аға. Сонда кітап оқи алдың ба? Оқыдым. Қане айтшы, қандай кітаптар оқыдың? Деп профессор менің оқыған кітаптарымды санау үшін сол қолының саусақтарын ыңғайлай бастады. Шекспирдің Король Лирін, Шиллердің Зұлымдық пен махаббатын, Гетенің Жас Вертерін. Осы кезде Меңтай маған жалт қарап қалыпты. Анатолий Виноградовтың Пананинді ғайбаттау деген кітабын, Александр Бектің Волоколам тас жолын оқыдым. Пәлі, деп профессор рахаттанып қалды. Өзің көп кітап оқып тастапсың ғой. Мен соғыс солдаттарының кітап оқуға мұршасы болмайтын шығар деп ойлаған едім. Мұхит аға, деді Зайкүл, осы арада профессордың аузындағы сөзін қағып әкетіп. Бұл сіздің ақын романыңызды да оқыпты. Осы арада Зайкүл өз-өзін сықылықтатып күліп алды. Сыртын дала дұлба қылып алып кетіпті. Әсіресе Тоғжанды айтқанда аузының суы құриды мұның. Әуеновтың өңі күңіреніп, қозғалақтап қалды. Содан соң сүйінші сұрағандай боп, оң қолының қос саусағымен тыныш тұрған
ет жеңділеу келген қырмынын жебей сауып жұлқып жіберді. Бұл оның қатты сүйсінгендегі немесе ерекше күйінгендегі әдеті еді. Пәлі, не айтады мына Зайкүл, рас па Ербол, деп профессор менің бетіме қарады. Мен тез басымды изедім. Сіздің ақыныңыз біздің бір күндік нанымыз, артық патронымызбен бірге арқамыздағы зат қапшығында жүрді. Пәлі, не дейді мынау? Ал оқи алдыңдар ма оны? Жорықта келе жатып та, окопта отырып та оқыдық. Мұхит ағай, дедім мен студент болғалы бірінші рет ағай деген сөз аузымнан шығып. Ол кітаптың көп көмегі болды бізге. Пәлі, не көмегі болды? Әуеновтың екі беті нұрланып, екі көзі күлімдеп, жүзі бұрынғыдан да жыли түсті. Қай қаһарман басым көмек көрсетті? Бәрі де, әсіресе Тоғжанның көмегі көп болды. Ол бір емес, бірнеше медсестра, санитарка қызметін жалғыз өзі атқарды десем артық болмас деймін. Пәлі, не дейді мынау? Шын ба осының? Деп профессор мол денесін тез қозғап ілгері ұмсынды. Шын, Мұхит аға. Әуенов сәл шалқайыңқырап, тағы да мұрнын сауа сипалап қалды. Осы кезде лекцияның біткенін хабарлап қоңырау соғылды. Бірақ профессор асықпады. Ербол, сен мені өзі қатты қуанып тастадың ғой, деді ол алдында жатқан папкасын бір сипап қойып. Ал енді өзің осы айтқандарыңды қағазға түсіре алар ма едің? Тоғжанның жаңағы өзің айтқан майданда талай медсестраның қызметін атқарғанын дәлелдеп, оқушыны иландыратын етіп жазуың керек. Осы қолыңнан келер ме еді? Келеді, Мұхит аға, деді Зайкүл мен үшін жауап беріп. Бұл өзі де ақын, Қызыл көрпе деген өлең жазған. Мен ұялып Меңтай жаққа қарай жүзімді бұрдым. Байқасам ол да қызарып кеткен екен. Жазып көрейін, дедім мен. Өзің өлеңде жазушы ма едің? Деді профессор орнынан тұрып жатып. Жоқ, әшейін. Шын, Мұхит аға. Зайкүл қасы қанжардай дір етіп, одан сайын өзеуре түсті. Өзі өзге сабаққа да жақсы. Соғыстан қайтқалы әлі үйінде де болған жоқ. Профессор Зайкүл сөзінің бас жағында күлгенмен аяқ жағына назар аударып, менің әлі елге бармағаным анық па екен деп сұрады. Мен оқу басталып қойғаннан кейін бір жылым босқа өлмесін деп осында қалып қойғанымды айттым. Жарайды, онда тіпті жақсы. Ал енді сен жаңағы айтқанды менің алдағы дүйсенбідегі келесі сабағыма дейін жазып әкел, деді профессор. Одан соң әлгі Зайкүл айтқан кітапты да ала кел. Мен басымды изедім. Келесі лекцияның оқытушы жоқ болып шықты. Сөйтіп студенттер терезе деп ататын бос 2 сағат сопаң етіп шыға келді. Студенттер терезеге қайғырмайды. Бұл 2 сағатта бірсыпыра жұмыстар бітіріп алады. Соның негізгілерінің бірі Совет көшесі мен Карл Маркс көшесінің бұрышындағы Алатау кинотеатрына бару. Бұл жолы бір-бірін еліктіріп, қыздардың бірсыпырасы киноға кетті. Аудиторияда 5-6 қыз бен Жомарт екеуміз ғана қалдық. Біраздан кейін киноға кіргісі келмегенін айтып, Меңтай қайтып келді. Меңтайдың ұрыспасына анық көзім жеткеннен кейін бағанаға өз айтқан Қызыл көрпенің тарихын білгім келді. Жомартбек екеуміз жағалап Меңтайдың қасына бардық. Жомартбек қыздан бағанаға Қызыл көрпе деген өлеңдерді көрсетіңдерші деп өтінді. Меңтай кітаптарының арасын ақтарып, алдыңғы күні тастап кеткен қағазды тауып алып, оқыған соң өзіме қайтарып бер деп Жомартбекке ұсынды. Меңтайдың өзіме қайтарып бер деген сөзі менің жүрегіме майдай жақты. Ол менің сұрауым бойынша маған күндес боп көрінген Қызыл көрпенің тарихын баяндауға кірісті. Меңтай Лениногорск шахтерінің қызы екен. Шешесі бастауыш мектепте мұғалім болыпты. Әкесі оның сәби шағында шахтада төбесіне тас құлап дүниеден қайтқан. Қыздың кішкене ағасы Жүніс 8 класс бітіргеннен кейін жұмыскер боп отбасын асырауға кіріскен. Соғыс басталар жылдың 1 мамырында оған жақсы жұмысы үшін сыйлыққа 5 метр қызыл жібек тиеді. Бұған шеше байқұс қатты қуанады. Ұлының бұл алғашқы табысын ырым деп өз алдына отау шыққандағы бірінші жасауы болсын деп арасына түйе жүнін салып мектептен қолы бос кезінде көрпе қабиды. Сөйтіп ұлын үйлендірмек болады. Сол екі арада соғыс шығып кетіп, ол көрпені етіне бірақ күн жамылып, Жүніс майданға кетеді. Содан кейін шеше ол көрпені ешкімнің етіне кигізбеген, ұлына сақтаған. Ал ұлынан өлді деген қара қағаз келген. Жалғыз ұлының жаманатына шыдай алмай шеше сорлы сол хабарды естіген жерде
класс ішінде өзі де дүние салған. Соғыста ағайым оққа ұшты, деді Меңтай күрсініп. Соның күйігіне шыдамай апам өлді. Апамның өлгенін көзіммен көрдім. Ағайымның өлгенін көргенім жоқ. Сондықтан Жүйкем өлді дегенге көпке дейін сенбедім. Жүніс ағатайымды Жүйке деп атайтын едім, деді ол Жомартбекке түсіндіріп. Соғыс біткен соң, осы өткен күздің басында Жүйкенің қасында болған бір кісіден ауыз-бауыз естігенде ғана сендім. Ол кісі терең етіп зират қазып, ағайымды жақсылап тұрып, өз қолынан қойыпты. Жақын жердегі деревняның ұста дүкеніне барып, зиратқа темірден қоршау шарбақ жасатып, орнатып, оған Жүніс Ербосынов деп мәңгі өшпейтін етіп жаздырып кетіпті. Ағамның жатқан жерін көрем десең, ертіп апарайын, әйтпесе кейін барып көрерсің деп адресін берді. Өзім қазір қайдан іздейін, кейін оқу бітіріп, қызмет істеп, ақша тапқан соң барармын деп ойладым. Меңтай ағасына мұнша жақсылық жасаған адамның еңбегін сонша сүйсіне бағалап айтты. Сол көрпені биыл өзіммен бірге алып келген едім, деді қыз күрсініп қойып. Ол маған аса қымбат ескерткішпен пара-пар. Ағайымды да, анамды да есіме түсіреді. Кеше кітап арасынан ағайдың өлеңін тауып алып оқығаннан кейін сол көрпені бауырыма қысып, өксіп-өксіп жылағанымды айтсаңшы менің. Байқаймын, Меңтай әңгімесінің Жомартбекке онша әсері болған жоқ. Меңтай сөзін аяқтап, мұңайып төмен қарап қалған кезде ол, мен мына өлеңді көшіріп алай қояйыншы, деп жымыңдап өз орнына қарай жүгірді. Ал маған бүкіл бір отбасының тағдырын баян еткен бұл қысқа новелла дүниедегі ең қайғылы қасіретті жырдай танылды. Не айтарымды, қызды қалай жұбатарымды, жүрегімдегі аянышты қалай жеткізерімді білмей абдырап отырып қалдым. Оның көңілсіздігі біртіндеп маған ауа бастады. Студенттік өмірдің бейқам сонымен бірге аққан судай ағынды күндері өзінің сылдыр-былдырымен қызық мол қуанышпен бірін-бірін қуалап өтіп жатты. Мен Әуеновке берген уәдемді орындауға бар күшімді салдым. Соғыста бірге болған жолдастарымды еске алдым. Алматыдан соғысқа кетерде мен дүкендерге жаңа ғана түскен ақын романының бірінші кітабын тауып алған едім. Сол кітап бүкіл майданды менімен бірге аралап шықты. Талай солдатты тамсандырып оқып беріп жүрдім. Бірақ бұл естелікті мақтанғандай боп өз атымнан жазбайын, басқа жолдастарым оқыған етіп баяндайын дедім. Сөйтіп мен ол кішкентай естелікті 4 күн жаздым. Естелігім Әуеновке ұнамай қалар ма екен деп жаным мұрнымның ұшына келді. Жазып біткен соң оған Тоғжан деп ат қойдым. Зайкүл айтқандай, жазушылардың өз шығармаларын жақсы көретін адамдарына арнап жататыны ойыма түсті. Менің бұл ең алғашқы естелігімді Әуеновке арнағым келді. Оң жақ шекесіне осы образды жасаған жазушы Мұхтар Әуеновке арнаймын деген сөздерді қолымның қалай тез жазып жібергені де байқамай қалдым. Қой, мұным тым бадырайып кетті, және жазушыға жасаған жағымпаздығым сияқты боп көрінер деп ойладым да, оны қайтадан түзеттім. Осы образды жасаған кісіге арнаймын деп қана қойдым. Жексенбі күні үйде табан аудармай отырып, жанымды жақсылап көшіріп шықтым. Дүйсенбі күні 33-ші аудиторияға бірінші лекцияға келген профессор Әуенов бұрынғы әдетінше самай шашы бұйра-бұйра, Сократ маңдайлы үлкен қасқа басын студенттерге мол ілтипат ықыласпен изеп, оқытушы үстелінің басына барып отырды. Профессор есіктен кірісімен ақ менің жүрегім өзінен өзі лүпілдеп қоя берді. Орнына отырғаннан кейін Әуенов маған қарай бұрылды да, ал Ербол, уәде орындалды ма деді. Мен Әуенов оны лекциядан кейін сұрайтын шығар деп жайбарақаттау күйде отыр едім. Профессор бірден соны сұрағанда не дерімді білмей сасқалақтап қалдым. Әрең дегенде еш жинағандай болып, өзімше орындадым, Мұхит аға деп орнынан тұрдым. Пәлі жөн, әрине сенің өзіңше орындағаның керек бізге, деп профессор бірден бейілденіп қалды. Ал оқып беруіңе лекция аяғында қанша уақыт қалдырайын саған? 4-5 минут қана. Мұхит аға, дедім мен дәптер бетіне жазылған 10 шақты бетті оқуға қанша уақыт керек екеніне ажырата алмай. Жоқ, онда 10 минут қалдырайын. Сен оқығаннан кейін оны біздің талқылауымыз бар емес пе? Мен жарайды дегендей басымды идім. Ал онда алдымен кітабыңды көрсет Ербол деп профессор маған қарай қолын созды. Мен шапшаң қимылдап, сөмкемдегі сырты жыртылып,
жан-жағы жемір-жемір болып кеткен ақын кітабын алып Әуеновке қарай аяңдадым. Әуенов бағынышты командирден рапорт қабылдайтын генералдай болып орнынан көтерілді. Демобилизацияға жатып, еліне қайтатын солдат бөлімінен кетер алдында қай жерде қандай белгісі барын бес саусағындай білетін кәрі винтовкасын жүрегі толқи дірілдеп рота старшинасына өткізер еді. Мен де сол солдаттай болып осыдан 5 жыл бұрын Алматыдан майданға ала кеткен осынау асыл кітапты енді міне аман-есен иесіне тапсырдым. Профессор сәл сұрланғандай түспен кітапты үнсіз қолына алды да орнына отырды. Кітаптың сыртына көзін жүгіртіп, жыртық мұқабаны қайта-қайта сипалап ішін ашты.